Насуханың тәубесі. Баяғыда Насуха атты бір кісі өмір сүріпті. Жүзі сақал мұрт, қылтанақтан ада жып-жылмағай болған екен. Көбісі оның еркек екенін білмепті. Насуханың өзі де әйелдер моншасында жұмыс істеп жүреді екен. Кеудесінен төмен қарай ұзын ақ сүлгі байлап алады. Моншаға келген әйелдердің денесін сылап майлап береді. Суын тасып қолғабыс қылады. Сөйтіп ақысын алып күнелтеді. Оны ер кісі-ау деген ой ешкімнің басына кіріп шықпайды. Тіпті даусы да әйелдікіндей жіңішке болыпты. Арсыз көзімен келген әйелдердің үсті-басын тінте қарап, ой тоятын әбден қандырады. Осылай жүргенде көп уақыт өтеді. Бір күні Насуха бір түс көреді. Түсінде бұған топ-топ кісі моншадағы қып-қызыл боп балқыған тастарды лақтырып тұр екен. Тастар тиген жерін шыжғырып қуырып өтеді. Насуха қанша жанұшырып қашса да қызған тастардан құтыла алмайды. Бір кезде үлкен екі құзғын келіп, екі көзін шоқи бастайды. Жанарынан айрылған Насуха жерге отыра қалып еңкілдеп жылайды. Бірақ жас орнына көзінен зәһар тамып, денесін өртейді. Насуха шошып оянады. Тұрады да бүкіл жасаған ісі үшін қатты өкінеді. Өкініштен өзегі от болып жанады. Тәубе еткісі келеді. Қолын жайып сәждеге құлайды да, «Уа Тәңірім, мені кешіре көр. Азғын нәпсімнің алдауына еріп, ар-ұяттан бездім. Істеген күнәм үшін өкініп тәубе қылдым. Тәубемді қабыл ет» деп жалбарынады. Бірақ сол күні қайтадан моншаға барып тәубесі есінен шығып кетеді. Кешке келіп қайтадан ұяттан оттай жанып тәубе қылады. Ертеңіне тәубесін тағы ұмытады. Осылай қайталана береді. Біраз күн өткен соң Насуха әлгі түсін тағы көреді. Бұл жолы оны қыл бұғауға тас қылып байлап қойған екен. Әрбір тиген тас лапылдап, тұла бойын күйдіріп жатыр. Кенет алыстан атылған екі жебе қос жанарына келіп қадалады. Жебенің ұшы уға малынып, бүкіл ағзасы еріп, балқып, әп-сәтте күлге айналады. Насуханың іштей жан ұшырған даусы жер-көкті жаңғыртады. Ол ұйқыдан ояна сала, жақын маңда тұратын бір тақуа кісіге барады. Өзінің күнәсін түгел айтады да, «Мен үшін дұға етші» деп жалынады. Тақуаның оған жаны ашып Құдайға дұға қылады. Насуха одан шыққаннан кейін арадан біраз күн өткесін моншаға қайта барады. Бір күні моншаға жуынуға патшаның қызы нөкерлерімен келеді. Кенеттен оның сырғасына тағылған бір інжу жоғалып кетеді. Бүкіл әйел оны іздеуге кіріседі. Алдымен ешкім сыртқа шығып кетпесін деп моншаның есігін жауып тастайды. Бірақ қанша тінткілесе де таба алмайды. Содан кейін күзетшілердің бірі: «Жас кәрі бәрі де анадан жаңа туғандай шешінсін, тырп етпеңдер» деп айғайлайды. Насуха үрейден ес-түсін білмей қалады. Қабырғаға сүйеніп тұра қалады. Қол-аяғы қалтырап, бет-жүзі боп-боз болып кетеді. Егер оның еркек екенін біліп қойса, бірден өлтіретінін біледі. Ішінен: «Я Раббым, бірнеше рет тәубе қылдым, бірақ тәубемді бұздым. Егер мені осы бәледен, мына масқарадан құтқарсаң, жасаған бүкіл ісімнен тәубе қыламын» деп тоқтаусыз күбірлейді. Нөкерлер бәрін де тінткілеп болған соң кезек Насухаға келеді. «Ей, Насуха, шешін, сені тексереміз» дей берген кезде інжу табылды деген дауыс естіледі. Насуха сенер-сенбесін білмей тұрып қалады. Аздан соң нөкерлердің бірі патша қызын жуындыруға жәрдемдесу үшін Насуханы шақырады. Насуха бір сылтау айтып, көңіл күйім болмай, ауырып тұр едім деп бас тартады. Сөйтіп дереу моншадан шыға салып зым-зия жоқ болады. Одан кейін оны монша маңынан көрген ешкім болмайды. Ол үйінен шықпай, Құдайға дұға қылып, қалған өмірін ізгілікпен өткізген екен. Насуханың тәубесі деген сөз содан қалыпты. Яғни ананың емшегінен шыққан сүт қайта кірмейтіні сияқты қылған тәубе де күнә екінші рет жасалмағанда қабыл болады деген екен.